Ассалаумағалейкум. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі ашытпа көжені жасап көрсететін боламын. Ол үшін 200 грамм перловка мен жарты кесе күрішті жуып тазалап аламыз. Қазанға 2,5 литр су құйып, перловкамызды салып, қайнаған күтеміз. Кейін бетіне шыққан көбіктерді жаймендеп алып отырамыз. Бұл асты дайындап пісіруде қатып қалған заңдылық жоқ. Өзіңіз қалауынша қою немесе сұйық қылсаңыз болады. Қазанның ішіндегі перловкамыз сәл пісті деген кезінде күрішімізді саламыз. Себебі күріш перловкаға қарағанда тезірек піседі. Кейін дәмі татуына қарай тұзымызды саламыз. Перловкамыз бен күрішіміз піскеннен кейін қазанның астын өшіріп суытамыз. Суығаннан кейін ол толықтай суын өзіне сіңіріп алуы мүмкін. Кейін өзіңіз қалауынша қатық немесе айран құясыз. Қатып қалған заңдылық жоқ бұнда. Және өте қою болса, оған қайнаған салқындатылған суды құйып, өзіңіз қалағанша араластырып, сұйылтып алсаңыз болады. Асымыз толық барлығын араластырып дайын болғаннан кейін шыны тыстарға немесе пластик бутылкаларға құйып, тоңазытқышқа қойып салқындатып аламыз. Бұл ас өте тойымды және шөл басары сөзсіз. Бұны ыстық күндерде ғана емес, күннің салқын мезгілдерінде де, көктемде, қыста, күзде пайдалануға болады. Бұл асты мен жыл 12 ай жанұяма пісіріп беремін.